Ақша қолдың кірі дейді. Мен олай айтатын ақымақтармен келіспесем. Себебі ақша деген ол еркіндік қой. Ақша ол комфорт. Ақша деген ол өмірді өзің қалағаныңдай сүру. Міне біздің бастығымызда ақшаның бетіне қарамай өмір сүрді. Ал не болды? Енді артына адамдар түсіп қиналып жатыр. Өйткені бізде біреу тым жақсы өмір сүріп кетсе көре алмай, көт ашиды. Бірақ мынаның еш кінәсі жоқ деген сөз емес. Бұл да бір жерген оңбаған. Өзіңе де сол керек. Біздің ақымызды жебет, енді өзі бәрінен де айырылуы мүмкін. Нұреке, ақшаны малға плотно салғаныңды білем, бірақ готово деп ойламаппын ше. Сөйлей берме. Көмектесіңдерші. Алло, қызым? Сіз қашан келесіз? Пляжда күтіп отырмыз. Жоқ, келем, я. Қазір мен ана суға түсетін заттарын жинайым. Содан кейін самолетке отырам да, ФК-де қалам ғой. Әкешім интернетте сізді жемқор алаяқ ақша ұрлады деп жатыр ғой. Сол рас па? Жоқ, оларға сенбе. Мен саған айттым ғой, интернеттің 99% өтірік деп. Жақсы. Не істейінде болсыңдар? Ештеңе? Просто сен тонайын деп. Жігіттер, мыналар не? Түрмеден шыққанда қасыма тартып адам еттің ғой сендерді. Отырып шыққандар кімге керектіңдер сендер, бауырым сияқты қарадым ғой. Бауырым дейсің ба? Неге бауырларыңмен бөліспейсің? Бүкіл бәрін өзіңе алғың келеді. Он саусағың аузыңа сыймайды ғой. Таза мал әкесіңдер бар ғой. Сені мал дейді. Мен ба мал? Мен нағыз мал сенсің. Мынаның бәрін ұрлайсың. Негізі қалай келді ақша? Солай кетті. Сендерді бар ғой, Мынандай, братан, Ақтауға самолетпен ұшасың. Мен ақшаларды аламын да, пойызбен кете берем ғой. Ар жақтан Каспий арқылы границадан өтеміз, сол жақтан шетелге кетеміз. Понял? Түсінікті. Әрбір таксист мәйқаласы. Енді асың өлімде амырыз тұрғындады ме? Шоян соңыз меселі қатырды. Кейбір басты кетірмеші. Көркіне өретінді әлдеғірді өміш. Өше қосынды. Емәш, жаппайсың ба мәнім? Жинағын болмаған дейсің. Не отырым мына жерде? Қарайсыздар ма, или что там кешке дейін тұрамыз ба? Жаппайсың ба? Дұрыстап бәрізім. Сен жаптың ба онанды? Кім жапты? Нормально ұсамайсың ба хотя бы? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, састың орынсыздық ма? Менікі. Ренжімесеңіз сау саласыз ба? Баламен едім. Сонымен. Көріп тұрсыз ғой, операциядан келе жатырмыз. Үстіне мінуге қиын болып тұр. Енді мен кінәлі емеспін ғой оған. Алдын ала нормально билет алмайсыздар ма? Все, давайте. Полиция майоры пішен байталады. Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп, бүгін тағы отырдық. Өзің таныстырмадың ғой. Талғат. Мен де Талғатпын. Қайда шықтың? Маңғыстау. Жай ма? Да, мамашқан жағдайын білейін деп. Ауырып қалды ма не? Иә.
Ала. Алдым. Өзім мен. Таңертең күтіп алыңдар. Қаладан келе жатқанымды біліп, ананы алып кел, мынаны алып кел деп мазғамды майыстырып жіберді. Дәріханаға кіріп, дәрі-дәрмек алып кел дейді. Кеше бір өзі ондайды ғой маған. Машинамның калимбалын алып кеш дейді. Бағана не сұрап жатыр едің? Ой, Аттас, че там? Жүзден жібермедік пе? Жаңа қызмет, жаңа қала, ұят болады. Әлі балдап. Молодцы. Начальник отдела слушай. Полковничий душ. Базар жоқ. Давай, за повышение. Повышение дейтін, повышение емес. Қала емес қой, район. Аудан орталығы. Тәге. Тәгебай. Тәге. Бізде бүйтеді адам. Барған жеріме бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп бармай ма? Тастай сыңда? Тәге. Тастай батып судай сың. Вот солай дейді. Да. Давай кеттік. Так, жігіттер, отырыстарың жайлы. Жігіттер, ішуге болмайтын білесіңдер. Сен қалың ішіп атқан жоқпын. Пішенбай 5 қоңырға дейін, е? Талғат Қылый, Маңғыстауға дейін. Посадочный билет керек пе? Керек емес. Ең главное, сіздің қолыңызда от души бір сүтпен жай ішсек. Жақсы? Қылый дедім. Қылый. Қылый. Мен бір жерден естідім Қылайды. Сен бандит болсаң бар ғой? Саған лақап іздеудің қажеті жоқ қой. Әлде сен бандитсің ба? Көзіме қарай. Зәрен қалмады ғой сені, ә? Мен бандиттердің естерінен шешіп қоям. Мен 19 жыл бандиттердің елінде тұрғам. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда. Бандит. Газировку. Қашаннан бері газировкадан перегар шығатын болған. Сошаннан бері. Ішіңізді қарату керек сізге. Давай. Не істеп жатсың? Алмаз деп отырмын. Сенде алма жоқ па? Менде алма жоқ қой. Қызық. Менде де алма жоқ. Мен бар фонтандатып кетейін және ма? Сен кетіп қалмашы.
басын қақпай ма сен құлайсың да қазір? Под контролем. Қайдағы под контролем кетесің ка, төр тұрсыншы. Ломай! Не болды соншама есікті қағып? Проводник жақтағы туалетке бара салуға болады ғой. Ұйыстама, жаңа ғана қолыңды жудың ғой. Неке, шайыңыз бен шоколад. Көршіңіз қайда? Ол түс қалды. Қызық екен. Біз қоңырға дейін баратын еді ғой. Жалғыз ішіңіз түспай ма? Жоқ, өтті әдем отырмын. Шайдың ақшасын бересіңізші. Не кепсіз? Beş bin lira oynap bulmadım. Birisi. Bilmem. Mama vursadı. Oy orsa versin gitsin. Çıkarık. Бірге. Atın kimsin? Aysultan. Üzgün oldu. Karakter sattım. Telefon neге бердің ана? Тартып алды. Тебе. Резіме не үшін тартып алған? Өйткені сенің қорыққаныңды сезіп қойды ма? Қайтарып алғың келе ме? Иә. Онда бар да. Жұмыртқасына гәңк еткізесің. Ауырады ғой. Ауыра берсін. Самое главное, сенікі ауырмайды ғой, білеміз бе? Өзіңіз алып беріңізші. Пацан. Запомни. Еркек өз проблемасын өзі шешеді. Түсіндің ба? Әлде еркекпін демесең, адам мамаң айт, мамаң аппес. Неме дейпін, деп. Мен еркекпін. Бар енді, докажи еркек екен. Бергел, екеуің бергел. Бергел. Сұр бер. Сен де бер тұр. Не ұрасың? Ол өзі бастады. Бер телефон. Бар. Келуші ол, беруші ол ма, түсіндің ба? Ресіма беретіндерді кім дейді? Кім? Айтпай қоям кім екен. Ертең өскенде білесің. Мына, шоколад саған. Ойнап көрі бар. Абайлап жүрейік. Алло, сен бақа жеттің ба? Ақтаудамын. Сен қалай келе жатырсың ба? Пойызда. Жау болсын. Ана сумкаңды ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, ұмытпадым, нормально. Жақсы болды. Ладно, на хабаре, Талғатик. Бір екен қол білесің ғой, ұзын. Ұстап қым? Ұстап алмаймын. Бірақ сондай жағдай болып қалса, мен саған звондап Талғатик деп обращение жасаймын. Соны есіңде сақта. Че за Талғатик? Попроще вариант того, слышь, братан?
жұмыс болып жатыр. Жай тексеріс қой. Есірткі бар ма жоқ па соны тексеріп жатыр, сөмкелерін қарап. Сауыңыз тілеймін, майор мырза. Не болды? Ештеңе? Мынау. Пистолың ба? Жоқ, мұның бұлақ. Өтіп кетті ма? Жарайды. Майор мырза, тоқтаңыз. Сүңгіңіз қалып кетті. Рахмет. Аттастым шылтырап табаным, үнсізбін бірақ от боп жанамын, білмеймін айналам нені қалады. Ағай, анау кісі ақшасын төлемеймін деп шу шығарып жатыр. Мен не істеуім керек, оған не қатысым бар? Қалай сонда? Сіз полиция қызметкері емессіз бе? Көмектесірсеңізші. Не ғой? Мен қазір жұмыста емесем. Так что бара берші. Не сонда көмектесу үшін полиция учаскесінің ішінде болу керек па? Осы үшін ғой сендерді халықтың жек көретіні. Жақсылықпен төлейсіз ба? Төлемеймін. Қалай төлемеймін? Төлемеймін дедім ғой саған. Кім шақырсаң да өзімді кетші бар. Онда мынаны алып кетем. Алмайсың. Алып кетем. Алмайсың дедім. Қалай алмайсың? Жібер. Ей. Мен жаба саласы, короче, счет. Мал. Бәсе, мен деген осындай болу керек қой. Рахмет сізге. Давай. Ағай, сумкаңыз қалып бара жатыр. Саламыз. Такси, жетті орныңа бұл жаққа барамыз, такси. Аға, такси кереміз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Мен вокзалда сізді таба алмай тұрмын. Келдіңіз бе? Менің кім бұл? Бұл Гүлжан, кеше сөйлесіп едік қой. Дәрі бойынша. Күтіп ал деп едіңіз. Не ғой, мен кетіп қалдым? Қалай кетіп қалдым? Дәріні ертең алып келесіз бе? Қанша өзіңіз бар, дәріханада ала алмайсыз ба не? Дәріханадан болғанда қалай біз арнайы тапсырып едік қой сізге. Ол дәрі қалада жоқ. Әжем 2 пенсиясын жіберіп еді. Все, хорошо, қазір барам. Кел, такси. Жігіт. Бесқоңырға қанша? Сізге қайда, орталыққа ма, шетіне ме? Ой, прям үлкен қала ма не, орталыққа дейтін. Ну, допустим, орталыққа. 5000 онда. Все, давай кеттік. 2,5 дей салу керек еді. Саулығыңызды тіледім, майор мырза, қош келдіңіз. Мен сізді ана жақта күтіп тұрсам, кетіп қалыпсыз. Сіз Гүлжан ғой? Иә. Сіздің дәріңіз. Ой, рахмет сізге. Жолдан шаршаған шығарсыз, жұмысқа ертең шығасыз ба? Жұмыс? Енді сіз біздің бөлімнің жаңа басшысысыз, мен кадр бөлімінде жұмыс жасаймын. Ержан танысып қой, біздің жаңа басшымыз майор Пішенбай. Саулығыңыз тілеймін. Лейтенант Байсейітов Ержан. Пішенбай, майор. Жақсы, онда мазаңызды алмай-ақ барып жасап демалыңыз. Мынау сіздің пәтеріңіздің кілті. Қайдағы пәтер? Не болды сізге пәтер ұстап, майор мырза?
бір жеті органда жұмыс жасап жатқандай. Сіздің жұмыс пәтеріңіздің кілті, жүріңіз көрсетейін мен сізге. Жақсы. Қазір заттарымды алайын, Бос. Бос болғанда мына судан алмайсыз ба аға? Мен өзім алайын. Әкеліңіз. Анау ауыр ғой, өзім ұстаймын. Жоқ, мынау. Ал Талғат. Ана дәрін алған қатын сені өзінің бастығы деп ойлайды. Давай, ойлай берсін. Бір-екі күн күте тұрайын. Сосын көре жатармыз. Майор мырза, мынау сіздікі. Майор мырза, бәрі жиналды. Прям бәрі ма? Иә, бәрі. Енді сіздің қол астыңызда жұмыс жасауға дайынбыз. Ал, ешкілер. Че там? Жұмыс жасауға шынымен дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Естілмей дайынсыңдар ма? Дайын емессіңдер ма? Дайынбыз! Бәсе, дауыстарың бар екен ғой, шығарып жүрсеңдер. Сосын қатты қатаңнақ қойыңдар, денелерін бостай беріңдер. Бірінші тапсырма былай. Қазір жанымыздағы кафешке барамыз. И по полной шай, маймен, шашлык-машлыкпен отырып, әдемілік тұрып танысатын боламыз. Не болды, бір-бірлеріңе қарап тыпыршып кеттіңдер ғой, өзім төлеймін бә. Майор мырза, осылай танысамыз ба? Нормально болады бәрі. Сіз бізге ужинап жатсыз, майор мырза. Аха. Я ұқтым. Ана хайуан Талғат пойыздан түсіп қапты. Жердің түбіне түсіп қашырды. Маған тауып алып келдір, ұқтыр ма? Сәлеметсіздер ме? Қалайсың, Айко? Бүгін ерекше әдемі болып тұрсың ғой. Походу, мен аңдып жүрген сияқтысыз ғой, да? Сәлеметсіздер. Сәлем. Сіздер таныссыздар ма? Таныс болғанда. Аналарды ерекше құрметтейтін осы кісімен пойызбен бірге келгенбіз. Қалай барып қаттыңдар? Айсұлтан қалай болды? Иә, бәрі жақсы. Операция ойдағыдай етті. Бірақ пойызды біреу шоколад беріп, қазір аллергиямен үйде жатыр. Ой, енді ең бастысы тәуір болса болды ғой. Не ішесіздер? Газировка. Қайда газировка? Сыр алып келіңіз бізге. Сыра ішіп сырласайық. Арақ ішіп араласайық деп осы. Шарап шарлашайық деп осы. Жақсы, мен Айкоға көмектесіп келейін. Көті базар жүрген. Ол менің туған әпкем. Да? Мен де әдем ғой, әдемсің. Sıra geldi saldı koy burunun. Al, hürmetli әріптестер. Al koyық, tanıştık үшін. Келіп, ұрттамадыңыздар ма? Кет!
Пойызға да, самолетқа да отырудың қажеті жоқ. Нұрекең по-любому бірден тауып алады. Ал мына жақтан Каспийге дейін машинамен жеткенше ұстала салғаным артық. Так, бір нәрсе ойлап табу керек. Шаршадың неге Қалай екен менің орнымда болған? Жолып кетші мына жерден. Сен өзің құлап қалдың, түсіндің ба? Сен өзің құлап қалдың. Бір жерің ашылып қалады деп қорықпайсың ғой? Сен шатағың болмасын онда. Мен жақында жаңа құжат жасаймын да мына жерден кетіп қалдым. Сен де кетіп қал, түсіндің ба? Әлем ұмытпаппын, прикинь. Базар жоқ. Ассалаумағалейкум, тәте, қалайсыз? Мен сіздің тентек ініңіз Бека болам. Аман есен жеттіңіздер ме? Үйіштер, бала-шаға жеңшейім келді ме өзі? Случайно каким-то образом Чымкенттен емессіз бе, братан? Жезқазғаннан. Ойбай, мен мамкам Жезқазғаннан ғой, братан. Сонда чё, сіз маған нағашып алып келесіз бе сонда? Болдың байды? Братан, мынау менен сізге от души. Мына біздің өзіміздің Сарағаштың ананастары ғой. Қалай? Қоя сал. Бәрекелді. Братан, бүгін мен сізге көмектесем, ертең сіз маған көмектессеңіз, негізі ертеңді күтпей бүгіннен бастасақ қалай негізі? Братан, если чё, мен хабарласам өзім, жарай ма? Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп, бүгін тағы отырдық. Тәте, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Тәтте демеш, а? Болды, братан, тәте, қалайсыз? Үйіштер, бала-шаға, жеңешең балай. Тоқтыш, сәттің кім? Бека. Бека, не керек саған? Братан, шыны керек ше. Сіздің амандығыңыздан басқа маған ештеңе керек жоқ қой, братан. Сен төпет етпеш, бағанан бері жыртыңды қоймай жүрсің, айтсай конкретно не керек? Братан, ондай болса ше, бұрынғыда 350 болып қала берсінші. 500 дегенінде шілей ғой, братан. Қиналып кетем ғой мен. Мен доллардың курсына жауап бермей, дұрыстап түсіндіріп, айтшы, не ол 350 деген, 500 деген не айтып отырсың? Енді, братан, сіз жіберді деп ана екеуі келді ғой бүгін. Бүгіннен бастап 500 төлейсің дейді. Братан, мен минусқа істейтін желаниям жоқ оған. Мен одан да шәулерге барып, газелімді айдап жүре бермеймін ба? Да? Менің атымнан кетті дейсің ба? Давай онда шақыршы екеуін, танысайық әдемілік тұр. Саунаға шақырайын ба? Қайдағысы ғой, кафе-сафеге шақырсаңшы. Екі мужиктің жалаңаш денесіне қарауға желание жоқ қой. Менде де желание жоқ, если честно. Братан, прицебі бар, қатын ғой. Ілі баған ғой кезінде просто. Братан, мен связьда болам, если чё. Вот оң бағандар, а? Екеуің қайда қараушындар, а? Көздерін бадырайып ал. Мына әріптестеріне мазақ қылып қойған ғой мына жерде. Байға беру керек, тезірек. Қан шүйнеп тұр ғой. Мен бәрін естіп тұрмын. Не өсек айтып отырсыңдар? Қатты түкірдіңіз ғой, капитан ханым. Ой. Бауырыңыз дегенім ғой сіздің. Түкірмесеңіз. Кешіріңіз. Кетпейді, қанша сүртіп жатсам да. Ал сіз уже кетіп бара жатсыз ба? Кеше ғана келіп едіңіз ғой. Жоқ ей, сіздерді тастап қайда кетем? Просто ауыстыратын киімдер болсын деп алып алғам ғой. Айтқандай, мынау менің достарым кішкене біліп қалыпты. Бұған не болды? Да, поезда бір пацан сындырып тастады.
Соны жаңартып бере аласыз ба? Сон бар ғой. 2 күнде жасап береді сізге. Иә, білем ғой сон бар екен. Просто ол жерде жаңасын берсе номер ауысып кетеді дегендей. Сәл маған невыгодно болып тұр да. Выговор алып қалу мүмкін. Давайте лучше мен сізге фотосын жіберейін. И осы номермен станоктан жаңасын шығарып бере салса. Қалай? Жақсы, майор мырза, мен сөйлесіп көрейін. Құрбым сонда жұмыс жасайды. Рахмет үлкен. Жақсы. Саламатсыз ба? Пішінбай мырзаның жекесі келді. Рахмет. Гүлжан, мынау менің құжаттарым ғой дейм, Иә? Күшті. Бергіші екен. Не үшін? Отан үшін, ел үшін, атамекен жер үшін. Жай просто академиядан бері көрмебемді өзім құжаттарын бір соны қарап, жасы шақты еске алып дегендей. Кешіріңіз, майор мырза, мен тексеріп қабылдап алым керек. Ол менің жұмысым. Содан кейін қарасаңыз болады. Жақсы, рахмет. Мен қабылдап алайын, өзім айтам сізге. Жақсы. Негіздеймді, сіздің күйеуіңіздің маңдайын бағы беселше, мынандай сұлуды сымбатты әйелді өзіне қаратқан онда да арман жоқ шығар шіркін, ай. Мен негізі күйеуге шықпағам. Да? Да. Вообще шықпағам. Кешіріңіз. Онда мына бес қолыңыздың жігіттерінің көздері действительно көрмейді екен, соқыр. Мынандай аруды байқамай жүрсе енді білмедім мен. Майор мырза, олар көреді. Просто мен өзім қарамайым. Демек, осы уақытқа дейін мені күткен болып жүрсіз ғой да? Көріп алыңыз, сосын әкеп тастарсыз. Болмаса, өзім барып алармын. Давай. Айтпақшы. Сізді стендке тұрғызып тұрып суретке түсіріп алым керек. Түрім кішкене фотоға келмей тұр да қазір. Кейін. Жақсы. Вагон саған. Отставить! Не болды сендерге кішкентай бала ұқса, улап-шулап? Так, танысып қойыңдар. Сендердің жаңадан келген әріптестерің Қаламқас. Жетшелпектен алыңыздар. Бүгін четверг қой. Какая разница, ең басы ниет емес пе? Немене сонда четверг күні шелпек жеуге болмай ма? По расписанию өтті. Иә, Тоқтарханов. Қош келдіңіз. Айтпақшы, Ержан қайда? Жүрген шығар сол баяғы әйгерімнің Жүр, кабинетпен таныстырайын, көрсетейін, е? Жұмысқа кірсеңдерші. Кір. Не oldu? Майор мырза, развод болады ма? Қайдағы развод?
күнделікті кімге қандай тапсырма бересіз, қысқасы жиналыс қой. Болады әрине. Күтіп отырмын ғой сендерді бағанан бері қайда жүрсіңдер? Ағымдағы жылдың 15 мамырында Бозай ауылындағы қызыл қасқа сиыр таңертең өріске кетіп, әлі күнге оралған жоқ. Болды ма? Иә, менде осы. Жағдай өте қиын екен, енді табылсын деп тілейік енді. Табамыз, майор мырза. Давай. Майор мырза, Ау. таңертең азаматша Қажыбаевадан арыз түскен. Жаппай зорлау фактісі тіркелді. Сосын? Сосын ұрғаш итін қаңғып жүрген иттер жаппай зорлаған ғой. Куәгерлер бар. Сен кім едің? Аға лейтенант Айтмұқаш. Айтмұқаш. Сонда сен қазір бүкіл істі ысырып қойып, яғни иттердің зорланғанын зерттейік деп отырсың ғой да? Енді 7 қазынан бірі ғой. Кім? Ит. А сен ешаксың? Жоқ. Жоқ, мен саған айтып отырмын, сен ешаксың, екі аяқты ешак. Отыр. Майор мырза, біз мұндай ұсақ түйекпен айналыспаймыз. Қалай? Біз қайта бірдеңе істеп жүрміз ғой. Сендер ғой барып шай ішіп қайтасыңдар. Рас қой? Біз Тихо, не істеп кеттіңдер базар қылды. Майор, братан, қалайсыз? Жігіттер, қалайсыңдар? Чосан, қалай жігіттер? Братан, аналар кеп тұр. Яна ақша кешегі Сейчас, стоп, давайте. Эй. Не істеп не шапалап жатсыңдар сонда? Жұмыс істеңдер бар. Боссыңдар болды. Чолар иттің темалары шешіліп жатыр ма? Шешіліп жатыр, іздеп жатыр. Бұл, братан, кеп тұр аналар. Полиция майоры Талғат Пішенбай. Қаладан келген бірден көрініп тұр. Өзіміз ғой отыр, былай сөйлесе берейік. Есім Талғат болады. Санат. Саян бол. Чай, кофе, виски. Жоқ, рахмет. В общем, галстуксыз әңгіме болатын болса, мен бірден іске көшейін. Жұмыстан, сосын қабылсың. Жұмыстамын деймін, я білем пияз алып кел керек екен. Жақсы тап. Че, болды ма? В общем, жігіттер, мен бұл қалада жаңа адаммын. Болмайтын нәрсе үшін өзіме жау жинағым келмейді. Атак өз жұмыстарын істей көріңдер, ең бастысы бір-біріміз сыйласақ болды емес пе? Но бірақ мына інімнен алатын ақшаға менің сәл сұрақтарым бар. Өйткені ай сайын 500 мың деген кішкене қателеу сияқты. Жарайды болды, түсіндік сен. Бұл мәселең шешілді дей берші. Осындай сөз алатын жігіттермен жұмыс жасаған қандай тамаша. Все онда, сөздамыз. Жаз. Республиканың полициясы мәселені шешуді енді беймарал жүре берсең болады. Дұғамы қостым сізді. Давай. Атушы, Не үшін келдің, айта бер. Короче, білесің ғой, бізге жаңадан бастық келді. Соның куәлігі екіге бөлімсініп қалған ғой, бір сындырып тастапты. Соны жасату керек. Енді келіп фотоға түссін, жасап береміз ғой. Әй, уақыты жоқ қой, содан кейін келіп отырмын ғой мен. Одан кейін білесің ғой, жаңадан куәлік істеткеннен кейін оның номер ауысады. Номер ауысқаннан кейін выговор дегендей. Міне куәлігі, міне суреті. Аласында ана станоктан өткізе саласың. Болды, алдыңғы жылы жасап бердің ғой маған. Мынаның түрі красавчик екен, алдымен өзім танысып алайын, сосын жасап берем. Не болды саған өзінше болып? Міндетті түрде танысу керек па енді? Жасай салшы, уақыт созбай. Құрсын, қызыңды жұмысқа орналастырдық қой? Гүлжан, ол сенің идеяң болған. Қаламқас, жақсы келін болады деп Ержанға қосылым келген, сен емес пе? Жарайды деп олды. Не? Тіш деп. Өзім үшін барам, қашанғы жүрем жалғыз болып. Егер отпуске кетіп қалсам, мүлдем жасай алмай қаласыңдар ештеңе. Так что, жүр. Кет, бастық бер. Саған еркек боп туылу керек еді негізі. Кім өле? Талғат Асқарұл бола ма? Не болды? Сен бізде кім едің? Бесқоңыр жол патрульдік полиция басшысы капитан Тоқтарханов. Айта бер, Асқат не болды? Бұхар.
Бұқар. Бұқа? Бұқар. Бұқар. Е? Айтқанда. Осы айтық. Қай, ай. Осы айтық, то есть өткен айтық. Осы айтықын келесі айда берем. Тоқта, сен сонда маған пара беріп тұрсың ба қазір? Жоқ, Құдай сақтасын. Сіздің алдыңызда басшымен солай жұмыс жасайтын біз Чапаймен. Сізбен де солай бола ма деп ойлап қалған ғой, или олай ойламақ қойын ба? Ойла? Конечно, ойла. Да? Просто келесі рет сенен бірге ойлады. Содай бос. Тәте, аналарға не дегенсіз? Не болды? Ойбай, бағаны қымбаттатып жіберді ғой. Енді 600 мың төлейсің деп миды қатырып жатыр. Тем более сіздермен бөлсем дей ма, бір бәле дейді ғой, короче, түсініксіз бір бәлелер айтты. Так, мен оны дұрыс танымаған сияқтымын ғой, походу. Вот именно мен сол үшін екі ортада попадать етейін деп тұрмын қазір. Сен былай істеші. Не істейін, айтыңызшы. Короче, аналарды моншаға шақырасың. И екі қыз тартасың, нормальный қыздарды. Бой, братан, бізде бес қоңырда қандай қыздар? Бізде ондай жоқ қой, бәрі бір-бірін таниды ғой. Біз баняға конкретно жуыну үшін барамыз тек. Енді мен білмеймін, мен тауып берейін ба саған, қаладан тарт, шақыр. Болды, братан. Понял? Болды, түсіндім. Есік ана жақта. Братан, сіз қадырсаңыз, біз де қадырамыз ғой, братан. Болды. Бауырым, 5 қоңырға жеткізіп таш. 10 мың. Берем 10 мың деп. Жетіп олайық, сонда берем, а? Ақшаң жоқ па, жаяу жүр, алқаш. Сен кімді алқаш деп тұрсың, мен майор міне. Салам, төгілім жарып қалды. Жындысың ба, не істедің? Мен байқамай қалдым. Өзі ғой жолға шығып кеткен. Болды екен, біз отталамыз. Түрмеге түсеміз керек. Түрмесініз? Қайда жоқ айтпайды. Мына бомж ғой какой-то. Мына ешкім іздемейді. Адам ғой сонда да. Бомж деймін саған. Мадик. Болды, уайымдама. Екеуміз бүйтеміз. Мына жерде болған жоқпыз үшін екеуміз, ба? Қалай болған жоқпыз, мен тұрмыз ғой емай. Болған жоқпыз деймін саған. Жындырма. Ұста аяғын. Базар жоғын, үшін Ташкент қойып қойыпсың ғой. Братан, сізге ұнаса болды ғой, қызметтемін ғой, постоянно. Красавчик. Шетім, қыздар қайда? Братан, мен сізге айттым, ондай жоқ деп бізде. Басқа жерден шақырып қойдым. Енді тапсыршы енді. Бол, давай, тез. Братан, қатырам бол, ойындамасаңыз. Чон. Жұмыспен терлеп тепішіп күресіп жүр екенсіз ғой. Конечно. Жұмысымыз мынандай. Алло? Жо, мен әлі босамын. Бес қоңырдам? Не істеп жүргеніңіз? Жұмыстамын. Қазір асадада отырмын. Жібересіз, список қайтарда аламын. Давай. Айтпақшы сұрайын деп едім. Под прикрытием жұмыс істеп едің? Жоқ, просто жай. Түрмеге отырып шыққан ғой. Әңгімені жібересің, ә? Сол үшін алып қойып. Давай. Айко, тоқташ. Кімге апара жатсың? Бастықтарыңа? Біреулермен демалып жатыр ғой. Продукт қалдырмайтын болды ғой. Сен жұмыстан қолы босамайды дейсің? Демалып жатыр екен ғой? Жүр, как раз танысқанға жақсы болады. Әй, қасында адамдар отыр ғой, ұят емес пе? Ұялатын жаста өтіп қой. Жүр, кеттік. О, сәлем жадық, жігіттер. Жеңіл боларыңмен? Жастаулар болмады ма? Жоқ, бұл просто... Таныспайық. Сандуғаш. Сандуғаш. Санду.
Менің құрбым сонда жұмыс жасайды. Не ғой, Сіздің жеке куәлігіңіз. иә, кейін сөйлесек, иә? Санды, өтті әдемі қыз екенсіз. Рахмет, сіз де жаман емессіз. Олай болса пиводан қалай қарайсыз? Кішкентай бала емеспіз ғой, ақтан ұрайық та. Санду. Санду, парға кіріп, тұманның арасында бір-бірімізді іздемедік па? Қалың тұман болғанда не ғой? Сіздерге кету керек сияқты Гүлжан екеулерің, Иә. Не болып қалды? Әдемі отырмыз ғой. Барыңдаршы дейін екеуіңе. Кеттік, Санду. Подожди. Кеттік, жүр. Талғат, жақсы отырып қой, не болды саған? Сен походу мен түсінбедің ғой деймін. Сен Беканың ақшасы мен саған көбейт деген жоқпын, наоборот, түсір дедім. Түсінбедім, сонда саған ақша керек жоқ па? Жоқ, біз по-любому аламыз. Ақшадан бас тартсаң өзің біл. Сен өзің көп алып жатырмын деп ойлап отқан жоқсың ба? Түсінбедім. Не керек саған? Так, сен 500 алғың келеді, да? Алғым келеді, аламын да. Онда ана камераға сәлем жолдап қойсаң болады. И сен тоже. Әйелің көрсін қандай қыздармен отырғаныңды. Мен әйелім жоқ. А кімге бағанан бері отчет беріп отырсың сен? Маған ғой. Мал. Сонда сен бізді қорқытқың келіп тұр ма, а? Опа, мынау уже полиция қызметкеріне шабуыл. Жарайды, Гүлжан сұрап тұрғасын жасап берейін куәлікті. Онда не ғой, ертеңін алып кетсем болады ғой, Қазір станок жасамай тұр. 10 күнде жаңасын алып келеді, сол кезде жасап берем. Все хорошо, жақсы. Жақсы онда. Жүр, мен сені шығарып салайын. Гүлжан, бір минут, қазір. Не ғой, сұрайын деген мен мына формада постоянно жүре беруім керекпін ба? Или басқасын киюге болады ғой? Әрине болады, сіз бастықсыз ғой. Негізі кішкене үлкендеу ма? Қысқарту керек сияқты. А давайте мен сізге қысқартып берейін. Чу, нормально. Өзім жасап аламын. Рахмет. Жақсы онда. Тәте! Мынау, сізге от души бұрынғыдай қалған үшін. Енді осы жерден ұшағын ба? Қай жерде енді, братан? Басқа жерде. Болды, болды онда. Ондай болса, доғама қостым сізді. Все, давай, баш, болды. Қызметтемін, братан. Если что, связьдамын. Жұмысыңыз күшті екен. Ау. Жұмысыңыз күшті екен деймін. Кеше кафеде, бүгін моншада. Байқаңыз, шаршап қалмаңыз. Ойламаңыз, шаршамай. Не болды? Бәрі дұрыс па? Сөйлесуге уақыт жоқ. Сұрашып сырласайық дейді. Или арақ ішіп араласа. Жоқ, ештеңе ішпей-ақ қой. Просто төмендегі сілтеме бар ғой. Соған өтесің. Unica Play онлайн кинотеатрына түсесің. И келесі серияларды сол жерде көресің. Майор мырза. Мен ойнаған. Давай.